қатерлер тізімі. Атап өтер болсам, өрт шығу, төбенің құлауы немесе мұғалімнің тақтаға шығаруы үлкен қауіптерге жатады. Қалған қауіп бізге түк емес. Сонымен балалар, бізге бүгін жаңа оқушы келді. Ұлысынес, мұғалім бірден бізге көңіл аударды ма? Бұл қалай болғаны? Райли, өзің туралы айта кетсең. Жоқ! Тіліңді жұтып қойғандай кейістант. Ары тұршы. Жақсы. Менің атым Райли Андерсон. Мен Миннесотадан келдім. Қазір осында тұрам. Миннесота қалай? Ол жақ туралы бізге айтып берші. Иә, ол жақ суық шығар, Өзі қызық мұғалім екен. Иә, ол жақтан қысы суық болады. Өзендер қатып, сосын біз хоккей ойнаймыз. Мен үздік командада ойнаймын. Тобымыздың аты төбеттер деп аталады. Мэг деген досым шабуылшы, ал әкем жаттықтырушы. Біз отбасымызбен хоккейді жақсы көреміз. Және әр жексенбі сайын өзенге барып ойнаймыз. Иә, осында көшпей тұрып ойнайтынбыз. Ей, не болды? Не болды? Ей, Мұң, естелікке тағы тиістің бе? Біз келісіп едік қой. Иә, білем, кешіріңдер. Шеңберіне баршы. Не болып кетті? Бірдеңе іздесеңіз қуаныш. Ал мұнда сырғанақ тебетін жерде жоқ екен. Беттестер қыздар сыбырласып отыр. Жылайын деп. Көрдіңдер ме? Олар бізді сөз қылып жатыр. Онда бәрі басқаша екен. Үйдегідей емес. Құрыдық, бәрінің көзінше жылап тұрмыз. Не істеп жатырсың? Кешір, қуаныш, мен... Мынау есте сақтау құрылғысы ғой. Түсі неге көк? Тоқта, жоқ! Тұра тұр! Жоқ! Жоқ! Қуаныш, мұның не? Тоқта, мұның жарамай. Маған берші. Есте сақтау құрылғысы. Рахмет, Райли. Білем, кейде жаңа жерге үйрену қиынға соғып жатады. Жарайды, сонымен тарих кітаптарыңды алып, 7-ші тарауды ашыңдар. Мен біраз күңкілдесем бола ма? Жоқ. 2, 3. Мінеке, тауып алдым. Немене? Ұзақ мерзімді жат па? Бұл... Шатты қаралғы? Райлидің тұлғалы қырлары жарқырап тұрушы еді, енді бәрі сөніп қалыпты. Енді қайттық. Жарайды, қамықпайық. Бас бөлігіне қайтып барып мыналарды ми қыртысына қою керек, сонда Райли бұрын қалпына қайта келеді. Бірақ оның қазір еске естеліктер қалмады ғой. Тұлғалы қырлары да жоқ, сосын. Не боп қалды? Ол жерде сен жоқсың. Демек Райлидің көңіл күйі болмайды деген сөз. Сен Райлиге керексің. Сені кер қайтармасақ болмайды. Райли, мен қайтып барам. Сонымен, қайта өңдеуге жарайтын қалдықтарды жасыл түсті шелекке емес, көк түсіне салу керек. Жасыл түсті шелекке тамақ қалдықтарын ал, көк Райли бүгін бір түрлі болып жүр. Бұл қызға не болған өзі? Енді қайтсын. Тұлғалы қырларының бәрі сөніп қалды. Қуаныштың қасымызда болмағаны қандай Маған бір өкінішті. ой келді. Қуаныш келгенше Райлидің көңілін өзіміз аулай тұрайық. Табылған ақыл. Ашу, қорқыныш пен шеркеніш. Біз кімді қуанта қоямыз? Айтпақшы, Райли, жақсы жаңалық бар. Осында Сан-Францискода хоккей үйірмесі бар екен. Ертеңнен бастап балаларды қабылдайтын көрінеді. Сонымен не дейсің? Хоккей. Енді қайтеміз. Қайдасың, Қуаныш? Сен, оның орнына сен қуантамын. Ойлап қараштағы хоккей ойнайтын боласың.
Иә, қуанып отырмын, тіпті керемет. Мынасы нес? Қуанған адамға ұқсамайды ғой. Өйткені мен қуаныш емеспін. Солай ма? Сендер де байқадыңдар ма? Байқадым. Мұнда бір гәп бар. Байқамағанда ше. Тұра тұрайық. Әзірге әліптің артын бағайық. Мектептегі алғашқы күнің қалай өтті? Бізді тергеп жатыр. Мен қуанта алмайды екен, өзің қуантып қойшы. Жарайды, мақұл. Енді жақсы өткен сияқты, білмеймін. Көрдің бе? Қуаныштың жоғы білініп ақ тұр. Бұл қызға бірдеңе болған ғой дейді. Ол өзі бір түрлі ғой. Енді не істесек екен? Мән жайды анықтау керек. Жұбайы қолдау білдірмесе болмайды. Ендеше соған ымдасын. Бізге қарап отыр. Не деді? Немене, кешіріңіз, мен де естімей қалдым. Қоқысты ұмыт кеттік пе, әлде есік ашық қалды ма? Не деді? Бұл әйел бізге не деді? Ол тағы да үндемей қалды. Қылғындырып тастаса ғой өзін. Тағымдаймыз. Айтпақшы, Райли сабағын қалай? Ай, не деп кетті. Кезінде бразилиялық ұшқышты емес осыны тыңдап едік. Қане, мен қуаныш болайын. Сабағым жақсы, сұра бермеңіздерші. Райли, бірдеңе боп қалды ма? Ол бізге көзін алартты. Солай де. Жарайды, қаталдық танытайық. Сосын айғайлауға болады. Не? Сонда біз... Райли, сен қалай сөйлеп отырсың? О, кей адамдар сөйлегенімізді жақырған сияқты. Сақта. Неге қадала қалдыңдар? Ештеңе болған жоқ. Мына қыз тым өжет болып барады. Ата-ананың дабыл қағуы. Дабыл, естідіңдер ме? Дайындалыңдар. Райли қызым, біз сенің мына қылығыңа тіпті таңғалып отырмыз. Болды, әкесі өзі тілеп алды. Міне ендеше. Иә, енді қайтейін. Дайындалыңдар. Олай болса, біз дайынбыз. Әкесінің жүйкесі тозуға шақ қалды. Бәріне дойдым. Еттім. Солай де, білмеңе барған е. Бол. Жау қашып барады. Жау жеңілді. Айсындар мырзалар, жағдайды ушықтырдық. Жағдай қиындап кетті. Жүр, достық аралына бірге ұшып барайық. Мына жерден енді қалай өтеміз? Жалғыз төте жол осы. Одан да басқа жол іздеп көрейікші. Құлап кетсек, бізді мүлдем ұмыт қалдырады ғой. Райлиге қауіп төніп тұр. Кеттік. Соңымнан жүріп отыр. Мен қорықпаймын. Бұл жері онша. Қалайсың? Бағана екеумізді ашуға бой алдырдық. Сен бұған не дейсің? Қане, менің жайдар қызыма не болған? Маймылым? Біран қара, өзінше көңілін ауғасы келеді. Қанекей?